Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай өте керемет шығатын сочный мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдыменен жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Екеуін жақсылап, тұзы ерігенше араластырамыз. Одан кейін ұнымызды қосып, жұмсақ эластичный қамыр елейміз. Тым қатты, тым жұмсақ болып кетпеу керек қамырыңыз. Бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Фаршымызға пиязыңыз неғұрлым көп болса, соғұрлым тәтті болмақ. Одан кейін тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды және құйрық майымызды қосып, оның үстіне қайнаған жылы суымызды қосамыз. Таза қолымызбенен жақсылап біріккенше араластырамыз. Тынып тұрған қамырымызды алдыменен қолмен жайып аламыз. Одан кейін білектің күшіменен оқтаумен жұқа қылып жайып шығамыз. Енді мантаваркамыздың листін осы сұйық маймен майлап шығамыз. Қамырымызды осылай кубиктап турап, ішіне салмасын салып, мантымызды бүгеміз. Мантыны бүгу үшін екі ұшын біріктіре отырып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Енді түйілген қамырларымызды жинаймыз. Қамырымыз бір-біріне қатты жақын болмауы қажет. Мен беті кеуіп кетпес үшін осылай қайтадан мантылардың бетін сұйық маймен майлап шықтым. Қайнап тұрған суға мантымызды салып 45 минут пісіріп аламыз. Міне мантымыз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет шықты. Сочный болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын, менің рецептіммен дайындауға кеңес береміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш.